Сәлем қыздар, бүгін сіздермен тауықтың сирағынан керемет духовкада пісетін тағам жасаймыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Міне бізге керек ингредиенттер: голинді ыдысқа салып, оның үстінен картошканы ұсақтап тураймыз қыздар. Дәл осылай турап, барлық картопты дәл осылай тураймыз қыздар. Сосын сәбізімізді турап, қалаған формаларыңызда турасаңыздар болады қыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мінекей салдым. Енді жуамыздан ұсақтап турап аламыз. Жуамызды дәл осылай турап болған соң қыздар, мінекей мен көкөніс салдым. Қалауларыңыз бойынша көкөністер салсаңыздар болады. Көкөніс, дәмдеуіштер қалауыңыз бойынша. Міне бізде майонез саламыз қыздар. Сосын дәл осы приправаны аламыз. Бұның ішінде пакеті бар қыздар. Міне майонезімізді салдық. Енді тұз, татымына қарай тұз саламыз. Дәл осы приправаны салып, барлығын араластырамыз. Қыздар, менің ыдысым кішкене болып қалды. Сондықтан үлкендеу ыдыс таппаған соң қазанға салып, жақсылап араластырдым. Міне дәл осындай ішінде пакеті болады. Соны ашып, міне қыздар, 3 бөлікке бөліп салып, барлығының бетін дәл осылай қыздар 3 бөлікке салып, бәрін салып духовкаға салдым. 250 градуспен асты үстін қосып, қыздар 1 сағат дегенде пісіріп алдым. Міне керемет қыздар, дәмі деген тіл үйрет, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер қыздар.